Салем, Конор Макгрегор жарақатына байланысты Майкл Чендлерге қарсы UFC 303 турнирінен шеттеп қалды. Жаңа мейн ивент бұл Алекс Перейра. Дәл қазіргі жартылай ауыр салмақ чемпионы және бұрынғы орта салмақ чемпионы. Ол UFC тарихындағы жартылай ауыр салмақ және орта салмақ чемпионы болған жалғыз жауынгер. Ол бұл екі белдікті барлығынан тез иеленген. Дәлірек айтсақ 736 күнде 7 жекпе-жектен кейін. Уақытынан бұрын жеңу көрсеткіші 87%. Және соңғы 11 жекпе-жегінің 10-ында жеңіске жеткен. Енді Перейраның қарсыласы бұрынғы жартылай ауыр салмақ чемпионы Иржи Прохаска. Көрсеткіштері керемет. Бірінші раундта аяқталған 23 жеңісі бар. Оның қоржынында 25 нокаут, 3 сабмишн және уақытынан бұрын жеңу көрсеткіші 97%. Ко-мейн ивентте жартылай жеңіл салмақ дивизионының 3-ші номерлі жауынгері Брайан Ортега. Ол бұл дивизионда сабмишнмен жеңіске жету көрсеткіші бойынша 2-ші тұр. Және керемет өнері үшін 8 мәрте сыйақы алған. Брайанға қарсы жарқырап келе жатқан супер жұлдыз Диего Лопес 24 жеңісінің 22-сінде уақытынан бұрын жеңіске жеткен. 10 нокаут және 12 сабмишнмен көзге түскен. Уақытынан бұрын жеңу көрсеткіші 92%. Және Джамал Хилл тізесінен алған жарақатына байланысты шеттеді. Карлос Олберг рекорды 11-1. 6 жекпе-жегінде бірінші раундта жеңіске жеткен. 7 нокаут, 2 сабмишн, уақытынан бұрын жеңу көрсеткіші 82%. Және 6 рет қатарынан жеңіліссіз сериямен келе жатыр. Қарсыласы Энтони Смит. Ол 21 рет бірінші раундта уақытынан бұрын жеңіске жеткен. 19 нокаут, 15 сабмишні бар. Уақытынан бұрын жеңу көрсеткіші 90%. Осы апта біз үшін есте қаларлықтай болды. Бұл жаңа карт UFC 303. Вегаста кездескенше.